22 қараша күні сағат 19:00-де Астанадағы Жастар сарайында тағы бір концерт өтеді. Алайда бұл кеш өзге кештерден өзгерек. Себебі оның астарында қайырымдылық деген үлкен ұғым бар. Нақтырақ айтсақ, бір жасқа да толып үлгермеген Еркежан Бауыржан қызына көмек қажет. Ол туа бітті мидың селкілдек ауруына шалдыққан. Бұл кішкентай нәрестеге қойылған жалғыз диагноз емес. Фокальна корка, эпилепсия сынды дерттер де сәбидің бойында бар. Туылғанына 6 ай ғана болған Еркежанды ата-анасы Германияда емдеуге тырысқан. Алайда толық жазылып кету үшін құны 150 мың еуро тұратын күрделі ота қажет. Осы орайда отандық әншілер жас отбасының жанайқайына теріс қарап кете алмады. Сол себептен қайырымдылық кешін өткізбек. Оған Бақыт Шадаева, Адам, Құрмаш Маханов, Ринат Малцагов сынды өнер иелері қатысады. Билеттен жиналған қаржы тек игі іске жұмсалатынын ұмытпағайсыз. Сондай-ақ Kiwi кошелек арқылы да қаржыларыңызды аудара аласыз. Гәкку телеарнасы мұндай қайырымдылыққа теріс қарамауларыңызды сұрайды. Еркежанның еміне бірге көмектесейік.